Қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге осындай әдемі, үлпілдек, жұп-жұмсақ бөлкелерді ұсынатын боламын. Ол үшін бізге жылы сүтке ашытқымызды саламыз. Сүт ыстық болмауы керек, жылы болуы керек. Жақсылап араластырып, бетін жауып, 15 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Ашытқымыз көтерілгеннен соң ерітілген сары майымызды, жұмыртқамызды, қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан соң қасықтап ұнымызды салып, венчикпен араластырып, одан соң қасықпен араластырамыз. Одан кейін қамырды қолымызбен илейміз. Өзіңізге қалай ыңғайлы, солай жасасаңыз болады. Ең бастысы рецепті көрсетілген ұнның көлемінен көп ұн салмаңыз. Рецепте 650 грамм деп жазылған. Қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Қамыр осылай қолға жабысатындай болады, бірақ артық ұн салмаңыз. Қолыңызды аздап майлап алыңыз да, сөйтіп қамырыңызды жақсылап илеп, 1 сағатқа жылы жерге қойып қойыңыз. Қамырымыз ашыды, көтерілді, өте әдемі болды, көтерілді. Қамырымызды осылай дастарханымызға алып аламыз, майлаймыз, артық ұн қолданбаймыз. Әдемілеп бөлшектерге бөліп аламыз. Әрқайсысын бөліп, шариктеп алып, оқтаумен әдемілеп жайып шығамыз. Осылай оқтаумен дөңгелектеп жайып аламыз. Видеода көрсетілгендей етіп, түйсеңіздер де болады. Өзіңіз қалауыңызша қалай түйгіңіз келеді бөлкені, солай жасасаңыз болады. Мен салмасына вареный сгущенка қолдандым. Өзіңіз не қолданам десеңіз де, салмасына қалауыңызша сала беруіңізге болады. Мысалы, сүзбе, алма турап салсаңыз да болады. Өзіңіздің қалауыңызша джем, тосапты да пайдалануға болады. Осылай бөлкелерімізді әдемі етіп түйіп аламыз. Әрқайсысын. Түйіп болғаннан кейін қамырымыз 30 минутқа бөлкемізді үстін бетін жауып қоямыз. Әдемі болып бөлкеміз көтерілу үшін. Пешімізді алдын ала қыздырып аламыз. Дайын болған бөлкелерімізді бетін әдемілеп, қызарып пісу үшін жұмыртқамызды жағып аламыз. 1 жұмыртқаны араластырып жағасыздар. «180 градуста 30 минутта бөлкеміз әдемі болып пісіп шығады. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Ас болсын.